30 жасқа келгенде сіздің өзіңіздің жеке үйіңіз және де машинаңыз болуы үшін осы 3 дүниені қазірден бастап, бүгіннен бастап жасаңыз. Студент болсаңыз да осы дүниелерге өте қатты мән берсеңіз, ертең жемісін жейтін боласыз. Бірінші дүние ол ақша жинау әдетін қалыптастырыңыз. Иә, сізде қазір стипендия ғана бар, ақша жайда жетпейді, бірақ оған қарамастан сіз ақша жинау әдетін қалыптастыруыңыз керек. Өйткені ақша жинау әдеті сізді байқылады. Және де кредит алу, рассрочка алу әдетінен арылыңыздар. Екінші дүние ол күніне бір парақ болса да кітап оқу әдетін қалыптастыру. Өйткені бүгінгі заманда, интернет заманында кітап оқитын адамдар өте аз. Ертең кітап оқымайтын адамдар, кітап оқитын адамдардың арманына жұмыс жасайтын болады. Үшіншісі, бүгіннен бастап өзіңізге қосымша табыс көзін іздеңіз, және де ол онлайн форматта болған дұрыс. Оқуыңызға кедергісін келтірмеу үшін және де ақшасы мол болу үшін. Қазіргі кезде интернет өте қатты дамуына байланысты барлық ақша онлайн саудада жатыр. Сол себепті осының барлығын сіздерге тегін үйретуге дайынбыз. Профильдағы сілтемеге басыңыз немесе комментарийға плюсик қойыңыз, бірден WhatsApp-қа да шығуға болады. Тегін сабаққа қатысу арқылы өз өміріңді өзгерт.